Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, жұмсақ пирог немесе чизкейк жасайтын боламыз. Ол үшін біз ұнға қант қосамыз. Және де қопсытқыш қосып, бір араластырып аламыз. Енді біз оның үстіне үккіштен сары май өткізіп аламыз. Мінекей достар, мен майын толық үккіштен өткізіп, араластырып алдым. Достар, бізде осындай шашылмалы қамыр шығады. Бірақ та бүйтіп қолдарыңызбен мұшсаңыздар, кішкене бірігеді. Енді біз бұны противенға салып аламыз. Үстіп, үстінен басып шығамыз. Мінекей біз реттестіріп алдық. Енді біз бұны бір шетке қоя тұрамыз. Енді біз оның бетіне қоятын массасын дайындап аламыз. Енді біз оның ішіне салатын ірімшікті массасын дайындап аламыз. Ол үшін біз ірімшікке жұмыртқа саламыз. Және де қант саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, бізде крем секілді масса шықты. Мен блендермен араластырдым. Блендермен араластырған дұрыс, жақсы бір келкі масса болып шығады. Енді біз өріктерімізді осылай тізіп салып шығамыз. Мінекей достар, біз өріктерімізді тізіп алдық. Енді біз оның ішіне сүзбелі массамызды құямыз. Үстін бір кел қығылып, тегістеп аламыз. Енді біз оның үстіне тағы да бір қабат өрік қойып шығамыз. Бұны қоймая қоюға да болады. Достар, енді біз бұны 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің чизкейкіміз дайын. Жұп-жұмсақ, өте нәзік, ауызда ерейтіндей болып шыққан. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен оларды міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.